Сайын Казахстан. Қазақ қызын асырап алған канадалық әйелдің қазақ халқына сәлемі. Well, what I've seen from Kazakhstan, Қазақстан шетке бала бермеуі тиіс. Олар бізден баланы алып кете алмайды, өйткені ол біздің қызымыз. Бұл мен үшін өте ауыр. Сатып алған соң ұнамай жатса, басқасын алу, айырбастау ондай болмайды. Казахстан. while her finger Аяғының терісін алып, саусақтарын бөлді. Айша, қолың ауырмай ма? Сенің бәрі жақсы болып кетті ма? Осыдан 4000 жыл бұрын бұл өңірді үндістердің түрлі тайпалары мекендеген екен. Ол елдің қалған құтқан ұрпақтары қазір резервацияда. Ал бұл жер Парижден кейінгі әлем бойынша ең ірі франко-тілдік қалаға айналды. Міне қаланың көрінісі, мына біз тұрған тау, өздері тау дейді канадалықтар. Бізше жота Мон-Рояль деп аталады. Француздар оны Монреаль деп кеткен. Бұл жерде де қазақ балалары мекен етеді. Өмір сүруге ең жайлы әрі қолайлы қала есебінде әлем бойынша жоғарғы рейтингте тұрған Монреаль Канаданың мәдени, іскер, өндірістік, ақпараттық технологиясы дамыған қаржылық стратегиялық орталығы болып табылады. 1760 жылға дейін француздардың колониясы атанған Канаданың аймағы 7 жылдық соғыстан кейін Ұлыбританияның құрамына өтті. Дегенмен, Монреальда әлі күнге француз тілі ресми мәртебені берген жоқ. Шаһар тұрғындарының басым бөлігі иммигранттар есебінен молаюда. Сондай-ақ, шетелден асырап алынған бүлдіршіндер де Монреаль халқының санын көбейтуде. Солардың бірі Анар есімді қазақ қызы. Bonjour, ça va et toi? Oui. Oui. Bonjour. Moi gênée. Мари Клод Ларивер телевизия саласында еңбек етеді, бағдарламалар қызметінің жетекшісі. Бұл елде ешкімнің жеке өміріне араласпайды. Неге отау құрмадың, неге өзің бала тумадың деген сауалдар қойылмайды. 37-ден асқан канадалық әйелдің бүкіл ғұмырында маған тұрмысқа шық деген азамат болмапты. Бірақ ол бұдан трагедия жасамады, мойымады, күйеуді күтпеді. Армандағы адамды жолықтырмаған соң 31 жасында бала асырап алуға шешім қабылдады. Жалғызбасты жандарға бұған дейін Қазақстан бала асырауға рұқсат берген, ал 40-қа дейін жүргенінде ала алмас еді. Өйткені енді біздің заң бойынша жетім бала тек толыққанды ер мен әйелден тұратын отбасына ғана беріледі. Басқа елдер жалғызілікті адамдардың бала асырап алуына тоқтау салғандықтан, Мари Клод Ларивер қазақ елін таңдаған, жолым болып кетті дейді. Сөйтіп ол 1 жасында алып кеткен мына қазақ қызын. Алматының әппақ қызы. Егер анасы бас тартпағанда, ол қазір Алматыда, Алатаудың бөктерінде өмір сүріп жататын еді. La première fois que je l'ai vu. Алғаш көргенде қатты қобалжыдым, қорықтым. Білмедім, сәбиді қалай ұстайтын, қалай тамақ беретін. Біраз уақыт өткен соң ғана үйрене бастадым. Өзіме қатты ұнап қалды. Кішкентай балаға қарау, оған қамқор болу деген керемет сезімге бөлейді екен. Ал Каролин Будрол-Дотец Мари Клодпен салыстырғанда жар сүю бақытын сезінді. Бірақ жұбайы болса да ана атана алмады. Ерлі-зайыптылар ұрпақ болмады деп ажырасып та кетпеді. Кінараттың кімнен екенін де ашып айтпады. Табиғи жолмен ұрпақ сүйе алмаған соң көп қазақтың жетім қалған бір баласын басты бауырға. Басынан ақ бізде ешқандай өкініш болмаған. Әйеліміз екеуміз басқа елдерді аралап, сапар шегуді өте жақсы көрдік. Соны ғана армандадық. Ал бала туралы мүлдем ойлаған емеспіз. Мәселен, Танзания, Эквадор сияқты мемлекеттерге баламен бара алмайсың ғой. Барған жерлерінің бәріне кішігірім осындай туларды іліп қойыпты, және қай айда, қай жылы барғандарында жазып қойған. Олардың негізгі мақсаты әлемді аралап шығу, тек қана дүние жүзіне саяхат жасап жүре береміз деп ойлаған. Өмірдің негізгі мақсаты, өмірдің маңызы не екенін немесе кім екенін
кеш түсінді. О, Айша, Иә, уақыт өте менің әпкемнің 3 баласы пайда болды. Достарымыздың балалары туыла бастады. Айналамыз сәбилерге толды. Бұл бізге ой салды. First, we've tried with Ukraine. Біз білдік, сәбиді асырап алуға болатынын. Осыны бір вариант ретінде қарастырдық. Ең бірінші Украинадан бала асырап аламыз ба деп ойладық. Алайда ол елде тым ересек балалар болды. Сондықтан таңдау Қазақстанға түсті. тағы да бір қазақ қызымен жолықтық. Есімі Айша екен, Қазақстанда қойылған. Асырап алған ата-анасы есімін сол күйі қалдырыпты, өзгертпепті. Және басқа да есім бермепті. Айша, сен атың өте әдемі, білесің ба? Айша деген? А? Айсына да қандай болды екен? Ой. Болмай қалды. Болмай қалды, жасай алмай қалдым. Est-ce que tu voulais faire un château? Айша биыл 6-ға толады. Ол 2 жастан 8 ай асқанға дейін Алматы облысы Қаракестектегі балалар үйінде өсті. Мына суреттер соның айғағы. Алына бейнетаспаларда Айша Канадада, түрі де, тілі де өзгерген, бүкіл әлемді шарласа да, көңілдері балалы болғандығына байыз тапқан француздар қазақтың кішкентай қызының өміріндегі әр кезеңді видеоға түсіре беріпті. Madame Citrouille, dormez-vous, dormez-vous. Salut les matines, ding ding dong, ding ding dong. Un chat qui danse. Wouhou. Allez, vas-y. Un chat encore. Ah, il bouge moins lui, hein? Vas-y, c'est. Mais bon, on va t'en filmer. Оттава қаласының маңындағы елді мекен, қаз-қатар тізілген қашасыз үйлер. Жаңа жыл қарсаңы канадалықтар да үйдің сыртын әдемілеп безендіруге айрықша мән береді. Міне, біз мына үйге келдік. Үлкен екен. Босағадан қарсы алған отағасы әні шетелдіктерге тән күлкісімен қара қызды жетектеп әйелі келеді. Ар жағында тағы бір бала көрінді. Сүйкімді қыздың мойылдай қара көздерінен қанымыз бір екені білінеді. Мына өз балалары, ортаншысы, ал баспалдақтан түсіп келе жатқан үлкен ұлдар екен. Бұл отбасы алдыңғы кейіпкерлерімізге мүлдем ұқсамайды. Жүрегінің жартысын таппаған жалғыз басты әйелмен өмірін сайран құрып сапар шегумен өткіземіз деп алданған ерлі зайыптылар зарыққан сияқты бір перзентке зар болған жоқ. Ирландық әйел мен итальяндық ер адам. Канададағы кейбір ауқатты отбасылар тәрізді жетім баланы қамқорлыққа бөле, олар үшін гуманитарлық көмек іспеттес. Жаратушының алғысына кенелуге бір қадам. Well, I think Канадада бала асырап алу қалыпты жағдай. Өзіміздің екі ұлымыздан кейін бір қыз баланы асырап алайық деп шештік. Таңдауымыз Қазақстанға түсті. Мәселе, өзіміз баланы өмірге әкеле алмағандықта емес, ата-ана мейіріміне зәру баланы үйге әкелу. Оны өз бөбегіңдей өсіру бұл басқа мәселе. Менің туыстарымның көбісі бала асырап алған. Көршілеріміз де солай. Достарымыз да басқа елден бала алды. Бұны басыңнан кешіру, жетім баланы бауырыңа басып, оны түсіну ерекше жағдай. Бір шетінен сынақ. Мен өз балалары бар жанұялар да жетім бүлдіршінді асырап алудан тайынбаса, қорықпаса екен деймін. Бұл ерлікке пара-пар шешім. Мына қабырғадағы не? Ілініп тұрған? Ол еш нәрсе айтпады, ар жағынан анасы кеп қалды. Негізі шетелдіктер асырап алған қазақ балаларымен оңаша әңгімелесу мүмкін болмай жатады көп жағдайда.
Ауыздарын ашқаннан бастап әр сөзін бағып отырады ата-анасы. Кейбір отбасылар балаға нені айту, нені айтпау керегін түсіндіріп, алдын ала дайындайтын сияқты. Дегенмен барлық адам бірдей емес. Аңқылдақ, ашық көңілді адамдар алған біздің қара көздерде ашыла сөйлейді. Ал Балнұр ұялшақ қыз екен, дауысы да қатты шықпайды. Хоккей ойнаймын. Өскенде кім болғың келеді? Ұстаз болғым келеді. Сен қайда туылдың? Қатты сөйлеш. Менің құлағым естімейді кішкене. Қазақстанда туылдым. Oh, sure. This is some pictures that we had. Павлодардағы балалар үйінде мына қыз Грейспен бір бөлмеде тұрған. Грейс мына кезінде қазақша сөйледі ме? Иә, ол түсінетін, қазақша сөйлейтін. Бас кезінде ол қатты қиналған сияқты, өйткені біз екі бөлек тілде сөйледік. Оған бізді түсіну өте қиын болды деп ойлаймын. Сіздер бір-біріңізді қалай түсіндіңіздер? Баланың тамақ жегісі келетін шығар, мүмкін ұйықтағысы келетін шығар, мүмкін мазасы кеткен шығар, соның бәрін қалай түсіндіңіз? Оны балалар үйінен алып, үйге әкелгендегі ең қорқынышты нәрсе мен үшін сол болды. Өз балаңның не қалап тұрғанын, не сұрап жатқанын түсінбеу бұл өте қиын. Дегенмен біз барынша тырыстық. Қимыл арқылы, ишарат арқылы түсіндіре бастадық. Өзіміздің оны жақсы көретінімізді білдіру үшін, оны түсіну үшін Қазақстанда болған 3 ай ішінде аудармашыдан кейбір сөздерді жаттап алдық. Сол кішкене көмектесті. Қазақстандағы балалар үйіндегі суреттерің есіңде ма? Сол кездегі кездерің есіңде ма? Есімде жоқ. Сен кішкентай кезіңде қазақша сөйлепсің ғой, ұмытып қалдың ба? Жоқ, білмеймін. Бұл тергеу немесе ана тіліңді неге ұмытып қалдың деп сөгу емес. Тілі қазақша шыққан қыздың бөтен елдің ішіне топ ете түскенде жан дүниесінде санасында қандай төңкеріс болғанын біз білмейміз. Асырап алған анасы айтқандай, сол кездегі қиналғанын да Балнұр ұмытқан әлдеқашан. Бәрін ұмытқан. Жадына туған жері жайлы сәл-сәл сәуле түсіретін мына суреттер ғана. Бірақ бұл тек қағаз. Жаны жоқ бұл суреттер оның балаң жүрегіндегі естеліктерді, ең алғаш көзін ашқандағы туған анасының бейнесін оралта алмайды. Мынау менің мамаммен, мынау менің отбасым, менің ағаларым. Мына жерде сендер қайда суретке түсіп едіңдер? Балалар үйінде. You want your stick too? Yes. Okay. Жарық дүние есігін ашқанда қойылған атымен қазір ешкім атамайды оны. Өйткені Балнұр деген есімнің алдына Грейстің қосарланғанына көп болды. Екінші есім ретінде қалыста қалған қолданылмайтын аты сияқты. Балнұрдың қазақ екені де көйлекке де қалып барады. Ол енді нағыз канадалық қызға айналған. Хоккейді жақсы көреді. Okay, you gotta stop. Анар деп менің бірінші мамам қойған. Анар деп шынында оны өмірге әкелген әйел атады ма, ол жағы беймәлім. Бірақ Анар солай қабылдайды, соған сенеді. Туған анасын бірінші мамам деп айтады. Ал Қазақстанның шекарасынан асқанда ол Мия атанды. Екеуі өте бауырмашыл, тату тәтті, жақсы ойнайды. Бір-бірін жақсы көреді. Ініңді жақсы көресің ба? Иә, кішкене ғана. Ол мені ұрып жібереді, кей кезде. Балалы үйде ұрлық жатпайды деген канадалықтарға да келеді ау деймін. Біздің қызға анда-санда күш көрсетіп қоятын бұл баланың қазақ емес екенін мен айтпасам да түсінген боларсыздар.
Әрине бір шаңырақтың астында өсіп жатқандықтан бұлар енді бауыр саналады, ал ағайындар арасында реніш болмай тұрмайды. Дегенмен Вьетнам мен қазақтың қаны қанша айтсаң да, бөлектігі бөлек. Бір балаға тоқтамаған Мари Клод қазақ қызынан кейін асырап алған Зак Лонг үштен асты. Өзіме келетін болсам, отбасында 3 ағайындымыз. Ағам мен әпкем бар. Алғашқыда ата-анам қарсы болды бала асырап алуға. Олар ескі көзқарастағы адамдар. Менің өзімнің туған балаларым болған қалады. Бірақ Қазақстанға барып, сәбиді алып келгенде көріп жібіді, қабылдады. Міне менің балаларым бар, сондықтан бала туудың түк те қажеттігі жоқ. Енді тағы бір 3-ші баланы асырап алсам деп жоспарлап жүрмін. Кейбір әйелдер күйеу болса да еш нәрсеге үлгермей жатады. Ал мен бәріне үлгерем. Таңертең 6-да тұрам, 7-де қызымды мектебіне апарам, сосын ұлымды балабақшаға қалдырам, сосын метромен жұмысыма кетем. Жұмысым таңғы 8-ден 3:30-ға дейін. Қалаған уақытымды балаларыммен өткізем. Мия әр сәрсенбі сайын жүзуге барады, сенбі сайын гимнастикаға қатысады. Ол тағамды да талғап жейді. Қазақ болған соң етті жақсы көреді, көп жейді, кейде өзім таңғалам. Ал вьетнамдық Зак болса тек көкөніс жейді. Мен 2 баламды да жақсы көрем. Жалпы Канадада қалыптасқан заң бойынша баланы 12 жасқа дейін үйде жалғыз қалдыруға болмайды. Осылай барлық шаруаны бітіріп, тура сағат 10-да ұйқыға жатамыз. Айша бізге таңдана қарайды. Бұлар кімдер, қайдан келген, оның балан санасы әлі көп нәрсені қабылдай бермейді. Аст үстіне түсіп өбектеп жүрген жандарды жақыным деп ойлайды. Well, since the beginning, we told her like. Сені өзім туған жоқпын деп айтамын. Менің туған анасы емес екенімді біледі. Қазақстандағы суреттерімізді жиі көрсетеміз. Бірақ әлі кішкентай ғой, біздің туған баламыз емес екенін түсіне алмайтын шығар әлі. Ал сіздер туралы еш нәрсе сұраған жоқ. Қонаққа келді деп ойлап жүр. Ол Қазақстаннан екенін де әлі толық түсінбейді. Бала өмірге өзгеріс әкеледі. Бала асырап алу бұл машина сатып алу емес. Онымен салыстыруға болмайды. Сатып алған соң ұнамай жатса басқасын алу, айырбастау, ондай болмайды. Балалы болар алдында біз көп ойланып толғанып, бәрін саралап, теңестіріп барып қана осындай маңызды шешім қабылдадық. Бала асырап алу бұл мәңгілікке. Бүкіл өмір бойы сен оны қорғап, аялап өтуің керек. Бұл бір мәжбүрлік емес. Сен өзің ақ оған қорған болғың келеді. Сенің бір асыл аяулы жаның айналады. Бұл Монтессери мектебі. Айшамен алғаш осында жолықтық. Балаларды бастауыш сыныптарға даярлайтын мекеме. 3 жастан бастап қабылдайды. Ақылы жылына $9,000 төлейді Айшаның ата-анасы. Мектепті бітірген кезде Айша 3 тілді жетік меңгеріп шығады екен. Ана тіліне айналған француз, сосын ағылшын мен испан тілдерін. Канададағы демографиялық жағдай шатқақтап тұрғанның белгісі, еш жерден жүкті әйелдерді жолықтырмайсың. Ал мына 25 жасар Айшаның мұғалімі бірінші аяқ ауыр әйел бізге ескерткен. Азаматтық некеде екен. Негізі мұндай жаста канадалықтар бала туралы да, отбасы құруды да ойламайды. Сара Сабрин олардың қатарынан болмады. Aisha. She's a very smiling little girl and Айша өте зерек қыз, мейірімді, бәріне көмектескісі келіп тұрады. Басқа мектептерден айырмашылығы сыныптарда бала саны аз болады. Әрқайсысына жеке тұлға ретінде қараймыз. Адамдармен араласуды, ашық болуды, өз-өзіне сенімді болуды үйретеміз. Я, бойында сенімділік қасиетін қалыптастыру Айша үшін аса маңызды. Оның болашағы үшін. Бұны бекерден бекер айтпадым, қолын байқаған шығарсыз. Айшаның тәніндегі кінәрат осы. Анасынан кем болып туылған. Міне мына 4 саусағы бір-біріне жабысып тұратын. Бас бармағы ғана бөлек болды. Кішкене саусағында мүлдем тырнақ болмаған. Кеуде тұсындағы бұлшық еттері дұрыс жетілмеген, әлсіз. Біз оны 2 жас 8 айлығында алдық. 3-тен асқанда ғана қолына операция жасаттық. Аяғының терісін алып саусақтарын бөлді. Екінші операцияда сол аяғының теріс алуға тура келді. Ал кеудесіне кішкене есейген соң жасау керек операцияны. Демалғанда қиналады. Мүмкін үлкейген кезінде қолына тағы ота істейтін шығармыз. Тез жазылып кетті, саусақтарын қимылдата бастады. Қазақстанға бармай тұрып біз Айшаны асырап алатынымызды білдік. Суретін көрдік, кемістігінде ескертті. Қорыққан жоқпыз. Бұл бір қатерлі ауру емес қой. Бәрін ретке келтіруге болады. Бірінші көргеннен Айша бізге қатты ұнады.
Бізді де жатырқамай ойнап күле бастады. Бұдан артық бақыт жоқ. Fais sourire, non? Көбінесе шетелдік перзентсіз отбасылар Қазақстаннан бала асырап алуға болатынын бір-бірінен естіп жатады. Қай елден қандай жолмен бала алуға болатынын айтып кеңес береді. Өткен бағдарламадағы Ерзат деген жігіт естеріңізде шығар. Айшаның Канадаға келуіне бірден бір себепкер болған сол бала. Оның әкесі Айшаның қазіргі анасының ағасының жолдасы екен. Айшаның мінезі тұйық, бізге жақындай қойған жоқ әлі. Ал Балнұр алғашқыда өзін алып кетуге келген канадалықтарға жоламай сақ ұстаған екен. Бөтен адамдар екенін сезген. Асырап алған анасының сөзі бол, ал қазір оған осылардан жақын ешкім жоқ. Үшінші бала ретінде ол біздің отбасымызға жаңашылдық әкелді. Оның жанымызда болғаны біз үшін бақыт. Ұлдар сияқты емес, қыз бала ерекше мейірімді, айрықша қарым-қатынасты талап етеді. Оған басқаша қарайсың. Мен одан әкелік қамқорлықты аямаймын. Ол өмір бойы біздің өмірімізді шуақтандырып жүреді деп сенемін. Make sure it's nice and tight. Very good. Okay. It's good. Okay, get another one. Very much, Santa. To be happy. Бақытты болғым келеді. And to have fun. Жақсы адам болғым келеді. To be good. Әрқашан қуанып өмір сүргім келеді. And to learn. What's my opinion? I think some mothers Бір айтқым келетіні ол өз анасы жайында жиі сұрайды. Мүмкін оның табиғатында, қанында қалыптасқан шығар. Өзін өмірге әкелген анасын білгісі келетіні тарихына қызығушылық танытуы деген. Бұл сол ата-анасынан берілген гендік ақпарат болуы мүмкін. Егер күндердің бір күнінде Балнұр өз анасын тапқысы келсе, іздегісі келсе, не дейсіздер? Осыны естігенде канадалық қатқан қалыптан шықпайтын әйел жиырыла қалды. Содан кейін ғана сөзге келді. Әлбетте, олар баланы бізден алып кете алмайды, өйткені ол біздің қызымыз. Бірақ Грейс анасын көп сұрайтындықтан өмірінің бір кезеңінде онымен кездескісі келсе, көргісі келсе, оған кедергі жасамаймыз деп ойлаймын. Әрине, егер туған анасы да ниет білдірсе, бұл жақсы болар еді қызымыз үшін. Бұл жерде жаман еш нәрсе жоқ. Жақсы көретін адамдар көп болса, оған жақсылық ойлайтын адамдар болса, ол жақсы. Бұл мен үшін өте ауыр. Ол өзінің туған ата-анасына қайтам десе, бұл менің жүрегімді жаралайтын даусыз. Бірақ кім біледі, есейгенде ол өз шешім қабылдар. Егер ол сондай ұйғарымға келсе, мен онымен келсем. Олар туралы бүкіл дерек менде бар. Бәрін айтып берем. Ал әзірге Анар туған шешесін оның не үшін балалар үйіне өткізгенін және Қазақстанның оны неге өте алыс елге асырып жібергенін ойланып жүрген жоқ. Ес білгелі, қасынан бір ел ажырамаған асырап алған анасын жақсы көреді. Кіп-кішкентай қыз әзірге өскенде туған анасын көруді емес, басқаны армандайды. Профессор болғым келеді. Профессор. Ал Айша қоштасар сәт жақындағанда ғана ашылды бізге. Алло, Айша. Allô. Aïcha. Allô. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien. D'où êtes-vous? Aïcha, je m'appelle Janar. Et toi? Aïcha. Ah, d'où êtes-vous? Kazakhstan. Қазақстан. Танысқаныма өте қуаныштымын, Айша. Иә? Айша, мына ойыншығың маған қатты ұнап тұр. Tu l'aimes beaucoup? Иә. Мына ойыншығыңды маған берші. Әдемі екен. Бересің бе? Берші. На. А? Tu peux pas l'avoir. Жарайды онда, мына ойыншығыңды, иә? Маған бересің бе? Маған бересің бе? О, рахмет, қандай күшті. Айша деген өте әйбат қыз екен, мейірімді қыз екен, иә? Tu peux l'amener dans le sac. Сумка берейін бе саған? Dans ton sac. Қандай сумка? Үлкен сумка ма? Кішкентай сумка ма? Үлкен ба? Айша, қолың ауырмай ма? Сенің бәрі жақсы болып кетті ма?
ауырмай енді. Әрине, мен Айшаны ой ышығында сөмкесінде алғам жоқ. Бұл кішкентай ғана қазақ қызымен тілдесудің бір амалы еді. Well, from the time since we had Aisha, Айшаны асырап аларда оның туған анасын іздедік. Ресми түрде баладан бас тартам деп жазып беру үшін. Таппадық. Мен не айтам? Оған ризамыз. Ол болмаса біздің қызымыз да болмас еді. Менің бір досым бар. Оны да басқа адамдар асырап алған. Сол досым кейін бәрібір іздеп жүріп, ата-анасын тауып алды. Негізі асырап алынған балалар туғандарын іздейді екен. Бірақ жолдасым айтады, өзімді өсіріп, жеткізген ата-анама деген ықылас сезімім бөлек. Ал туған әке-шешеммен кездескенде дәл соны сезіне алмадым. Бөтен, бір түрлі екен олар мен үшін деп күрсінді. Айшаны асырап алған канадалық әйелдің соңғы сөзі әр қазақтың намысына да, жүрегіне де тиет деп ойлаймын. Қазақ болған соң, бұл біздің де жанымызда қарып өтті. I've seen from Kazakhstan, I really enjoy people over there and Қазақ халқына айтарым, балалар үйлеріндегі жетімдер саны азайса екен. Бар болса да оларды тек Қазақстан азаматтар ғана асырап алса екен деп тілеймін. Мен Қазақстанды сынға алмаймын, бірақ менің ойымша балалар жетім өспеу керек. Олардың әрқайсының ата-анасы, отбасы болуы тиіс. Олар балалар үйінде болмау керек. Әрине, халықаралық бала асырап алу бағдарламасы жақсы. Ол сәби сүйе алмағандар үшін қымбат сый. Алайда қазақтың балаларын қазақ жұртының өзі асырап алғаны дұрыс, шетке жібермей. Ал, жақсы. Үлкен қыз бол, ауырма. Я? Денің сау болсын. Қазақстанды ұмытпа, бізді ұмытпа, сені ұмытпаймыз. Пока. Жақсы. Пока. Пока. Bye-bye. Have a nice trip. Stop. Let's do it. Неге Қазақстаннан? Неге Қазақстаннан? Қазақ қоғамын мазалайтын сұрақ бұл. Өйткені бізден бала асырап алу оңай. Канадалықтарды қызықтыратын фактілердің бірі бұл.